Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде 4-ші сынып 85-ші сабақты бастаймыз. Есеп шығару. Бірінші есеп тік төртбұрыш туралы кейбір мәліметтер белгілі белгісіз мәліметтерді есептеп тап дейді. Ені ұзындығы белгілі периметр мен ауданын табамыз, иә? Ал мына жерде ұзындығы мен ауданы деген сияқты. Бірінші біз ені белгілі, ұзындығы белгілі, иә? Енді біз периметр мен аудан табамыз. Ол үшін біз 25-ті қосамыз, яғни периметрдің формуласын саламыз, иә? А қосу ұзындығын еніне қосып, оны 2-ге көбейтеміз. Демек 25-ті қосамыз 16-ға, оны көбейтеміз 2-ге. 25-ті қоссақ 16-ға 41, оны 2-ге көбейтсек 82 метр болады периметрі. Ал ауданын табу үшін 25-ті көбейтеміз 16-ға, иә? Яғни аны көбейтеміз В-ға, ұзындығын еніне көбейтеміз, сонда 16-ға 400 метр квадрат болады екен ауданы. Екіншісі бізде ені белгілі 28 см, периметр 126. Енді ұзындығын табуымыз керек. Ұзындығының формуласын табу үшін периметрді бөлеміз 2 және көбейтеміз В-ға, иә? Еніне. Бұл жерде ені белгілі 28, демек 126-ны бөлеміз 2-ге, азайтамыз 28-ді. Бұл жерде азайту 28, сонда ұзындығының формуласы 63-тен азайтамыз 28-ді 35 см. Бұл жерде ұзындығы екіншісінің 35 см екен. Енді ауданын табамыз, ол үшін, яғни 28-ді көбейтеміз 35-ке, өткен ұзындығын тауып алдық қой. Енді сонда 980 см квадрат шығады екен. Үшіншісі бізде ені белгісіз, ұзындығы 78 дециметр, периметр белгісіз, ауданы белгілі, 2808 дециметр квадрат. Енін табу үшін, яғни В-ны табу үшін біз ауданды бөлеміз ұзындыққа, В-ның формуласына саламыз. Ол үшін біз ауданы бізде 2808, соны бөлеміз 78-ге. Сол кезде 36 дециметр шығады. Демек, ені мына жерде 36 дециметр екен. Енді периметрін табамыз. Ол үшін 36-ны қосамыз 78-ге, көбейтеміз 2-ге, 288 дециметр шығады екен мына жерде. Енді мына жерде ені 25 мм, ұзындығы 15 мг артық дейді. Периметр мен ауданын табамыз. Ол үшін ұзындығы тауып аламыз, яғни 15 мм-ге артық деп тұр. Ол үшін 25-ті қосамыз 15-ге 40 мм екен. Сонда мына жер 40 болады. Енді периметр мен ауданын табу үшін 25-ті қосамыз 40-қа, көбейтеміз 2-ге, 130 мм болса, ауданын табу үшін 25-ті көбейтеміз 40-қа, сонда 1000 мм квадратқа тең болады екен. Арғарай бізде екінші есепті шығар және оны шығарудың әртүрлі тәсілін тап, тиімді тәсілді таңда. Оңтүстік аймақтарда орам жапырақтардың түсімділігі 60 тонна гектарына. Бұл солтүстік аймақтарға қарағанда 25 тоннаға гектарға артық. Оңтүстік аймақтарда 25 гектар жерге қанша тонна орам жапырақ артық өсірілген дейді. Бізде екінші есеп берілгенді жазып аламыз, яғни солтүстік аймақтарға қарағанда 25 тонна артық, Енді біз оңтүстіктің 25 гектарына қанша жерге тонна орам жапырақ артық өсірілген табуымыз қажет. Ол үшін бірінші түсімділік бізде 60 тонна гектарына 25 тонна гектарына артық, екіншісін табамыз. Ауданы бізде 25 гектарына болса, енді біз массасын, яғни бір-біріне қаншалықты айырмашылықта екен тонналап табамыз. Шешуі 60-ты азайтамыз 25-ге, екінші түсімділікте 35 тонна гектарына солтүстіктің түсімі болса, бұл бізде екіншісі массасын табу үшін бірінші түсімділікті ауданына көбейтеміз. 60-ты көбейтеміз 25-ге, 1500 болады тоннамен беріледі. Екінші массаны табу үшін екінші түсімділік, яғни 35-ті, яғни солтүстіктің түсімін көбейтеміз 25-ге ауданға, сонда 875 тонна болады екен. Енді шыққан түсімдерді бір-бірінен азайтатын болсақ, 625 тонна. Жауабы оңтүстік жақ, сонда 25 гектар жерге қанша тонна орам жапырақ артық өсірген? 625 тонна артық өсірген екен.
Ары қарай бізде үшінші есепті шығар. Тік төртбұрыш пішінді жер учаскесінің ұзындығы 60 метр, ені 40 метр. Қиярдың бір сортын өсірген кезде түсімділігі 16 килограмм метр квадрат болды. Бұл сортты түсімділігі 2-ден 1-ге артық болса, сортпен ауыстырды. Учаскеден қиярдың жаңа сортынан қанша килограмм жинап алынды дейді. Үшінші есепте біз ұзындығы мен енін жазып аламыз. Ұзындығы 60 метр, ені 40 метр. Бірінші түсімділігі 16 километр метр квадрат болса, екіншісі 2-ден 1-ге артық, яғни ауданын метр квадратпен және массасын табуымыз қажет. Килограммен шешу, масса түсімділіктің екіншісін, яғни 2-ден 1-ге артық деп тұрғы, ол үшін 16-ны қосамыз, 16-ны бөлеміз 2-ге. Және 16-ны қосамыз, 16-ны 2-ге бөлсек 8 болады, 16-ға 8 қосақ 24 килограмм метр квадрат. Енді ауданын табу үшін 60-ты көбейтеміз 40-ға, яғни ұзындығын еніне көбейтеміз 2400 метр квадрат. Массаны табу үшін екінші түсімділік, яғни бізде ол 24 килограмм метр квадратқа тең болды, соны көбейтеміз ауданға. Демек 24 көбейту 2457.600 килограмм болады. Сонда жауабы берілген сұрақ: учаскеден қиярдың жаңа сортын қанша килограмм жинап алынды? Жауабы 57.600 килограмм жинап алынған екен. Ары қарай бізде төртінші есеп. Есепті шығар. Арасы 2 километр болатын екі кенттен бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы бағытта 2 салт атты шықты. Біреуінің жылдамдығы 12 километр сағатына, мінекей, қарама-қарсы, 12 километр сағатына, ал екіншісінікі 18 километр сағатына. 2 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қандай болады? Яғни екеуі екі қарсы бағытта жүзіп бара жатыр десек болады. Жоқ, салт атта шықты, яғни жүріп бара жатыр десек болады. Олардың ара қашықтығы қандай? Біз енді S-ті, яғни табуымыз қажет. Біріншісі бізде 12 километр сағатына, екіншісі 18 километр сағатына. Уақыты 2 сағат және ауданы 2 километр деп тұр. Біз енді жерде 2 километр болады, арасы 2 километр болатын кенеттен деді. Демек, екеуі екі жаққа қарама-қарсы бағытқа кетіп бара жатқан кезде арасы 2 сағат және 2 километр болған. Енді ауданды табамыз. Ол үшін біз жылдамдықты көбейтеміз уақытқа. Біріншісінікін тауып аламыз, 12-ні көбейтеміз 2-ге, өйткені біріншісінікі 12 километр сағатына 24 километр. Бұл бізде біріншісінікі. Одан кейін екіншісін болатын болсақ, жылдамдығын көбейтеміз уақытқа, яғни 2-ге. Көбейтеміз, 18-ді көбейтеміз 2-ге, 36. Бұл бізде екінші атты адам. Одан кейін жалпы аудан табу үшін біріншісі бізде 24 километр болды, екіншісі 36 болды, және тағы да 2 километрді қосамыз, өткені екеуі қарама-қарсы екі жаққа кетіп бара жатқан кезде арақашықтығы 2 километр болған. Соны қосамыз, сонда 24 қосу 36 қосу 2 километр бар, 62 километр. Сонда жауабы 2 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 62 километр болады екен. Келесі бізде 5-ші есеп. Есепті шығар. А нұсқасы: дәптерге координаттық бұрыш шығатындай сәулелерсіз сәулелердің бойынан бірлік кесінділер анықта, кесте бойынша және барлық жылдамдық бойынша қозғалыс графигін құр дейді. Мына жерде бізге екі шаңғышы берілген. Біріншісінің жылдамдығы 15 км сағатына, екіншісінікі, яғни одан аздау 5 км сағатына. Уақыты және жылдамдығы берілген екеуіне де, және осы кестені біз толтыруымыз қажет. Сағаты, яғни 0-да тұрған кезде ешқандай жылдамдықта, ешқандай уақытта қозғалыссыз 0-ге тең болады. Демек, мына жерде бізде 0 болады. Екіншісінде бізде 1 сағат болған кезде ол 10-ға тең болады. Жылдамдығы 10 км болады. 2 сағат болған кезде, демек, мына жерде 10. 2 сағат болған кезде бізде 20-ға тең болады. Және де сағат 3 болған кезде 30-ға тең болады. Өткені 15 сағатына болып тұр километр, және 4 40-қа тең болады екен. Осылай кестені жазсақ болады. Бұл бізде
қозғалыс графигін осылай құрдық. Енді кестені тура осылай жазып аламыз, яғни жылдамдығын көбейтеміз уақытқа. Енді екіншісінде бұл бізде S1, осылай нелерін сызамыз. Екіншісінде бізде жылдамдығы 5 км сағатына, демек мына 10 мен 0-дің арасында мына жерінде тұрады. Және де 0-да тұрса, бұлда ешқандай қозғалыссыз деген сөз. 0-ға тең болады, ешқандай уақыты да, жылдамдығы да. Енді бір сағат болған кезде 5 километрге тең болады, яғни мына жерде тұрады. Өйткені сағатына 5 километр деп тұр. Екіншісі 2 болған кезде 10 болады. 5-ті қосып отырамыз. Ары қарай 3 сағат болған кезде 15 болады мына жерде. 4 сағат болған кезде 20 километр болады екен. Енді бұны да біз дәптерімізге жазып алатын боламыз. Мінекей 5 болады. Сонда 1 сағат болған кезде, 2 сағат болған кезде мінекей 10 болады. Оның 3 болған кезде 15 болады. Және 4 болған кезде 20. Осындай бізде сәуле шығады екен. Бұл бізде жылдамдығы екінші шаңғының 5 км сағатына, және де тура осылай кестені жазып аламыз. Және де бізде нұсқасында координаттық жүйесі көмегімен қозғалыстың екі және одан да көбірек графигін орналастыруға ыңғайлы дейді. Демек біз тек қана бір шаңғышының емес, бірнеше шаңғышының екі және одан да көбірек графикті орналастыра алады екенбіз. Дәптеріңе бір координаталық бұрышқа бірнеше және екінші шаңғышының қозғалысының графигін сіз бірлік кесінді үшін қанша turqoz алуға болатын ойлан дейді. Бірлік кесінді үшін біз бір turqozды ала аламыз. Және осындай график сызып, екі қозғалысты белгілейтін боламыз, яғни бірінші шаңғышыныкін, екінші шаңғышыныкін. Ол үшін біз тура осындай алатын боламыз. Және бұл бізде біріншісі, яғни жылдамдығы километр сағатына көпте 15 километр. Бірінші шаңғышымыз мінекей 30 болады, 40 және соңында 60-ға тең болады. Екінші шаңғышымыз бізде 5 километр сағатына. Мінекей осылай жазсаңыздар болады. Ары қарай бізде 6-шы есеп. 5-ші тапсырма бойынша өз сұрақтарыңды құрастыр, оны досыңа қой, досыңның сұрақтарына жауап бер дейді. Яғни 6-шы тапсырмаға біз 5 км сағатына жылдамдықпен, яғни жылдамдығы километр белгілі 60 км жолда шаңғышы неше сағатта жүреді дейді. Ол үшін 60-ты көбейтеміз 15-ке, яғни S-ті көбейтеміз жылдамдыққа, бөлеміз, сол кезде 4 сағатта жүреді екен. Екіншісі немесе 3 сағатта шаңғышы 5 км сағат жылдамдықпен қанша километр жол жүреді. Ол үшін біз жылдамдықты көбейтеміз уақытқа, 3-ті көбейтеміз 5-ке 15 км жол жүреді екен. Ары қарай бізде 7-ші есеп. Сызбаға берілген мәліметтерді жаз және есепті шығар, осыған ұқсас есеп құрастыр дейді. Бірінші шаңғышы бізде 19 км сағатына, екінші шаңғышы 14 км сағатына. Және де бұлар бір-біріне қарама қарсы бағытта кетіп бара жатыр. Мысалы, бұл бізде біріншісі 19 км сағатына болса, екіншісі 14 км сағатына. Уақыты 2 сағат арасы, және біз оның ауданын табуымыз қажет. Енді 7-ші есепте біз арақашықтығын табуымыз қажет. Екі жаққа кетіп бара жатқаннан кейін біз әрине қосуды қолданамыз. Уақыты 2 сағат, ол үшін толық қашықтықты есептейміз. Екі шаңғышының километр сағаттарын қосамыз бір-біріне, демек 19 қосы 14 33 км сағат болса, енді арақашықтық табу үшін бізде үлкен арақашықтығымыз 33 км болды, соны көбейтеміз 2-ге уақытына, сонда 33-ті көбейтеміз 2-ге 66 км. Жауабы екі шаңғышының арақашықтығы 66 км болады екен. Осыған ұқсас есеп бізде бірінші шаңғышы 20 км сағатына, екіншісі 15 болса, ал уақытымыз
сағатымыз яғни 3 болса, арақашықты табу үшін біз тағы да үлкен арақашықты қолданып және де бір-біріне қосамыз. 2 шаңғыштың километр сағаттарын сол кезде 20 қосу 15, 35 километр сағат болады. Оны біз уақытқа көбейтеміз, 105 километр сағатқа арақашықтығы тең болады екен. Ары қарай бізде 8-ші есеп 25-ке қалай көбейтуге болатынын қара дейді. Демек 496 көбейту 25 тең 496 бөлу 4 көбейту 100 дейді. Яғни 4-ке бөліп 100-ге көбейтеміз. Және де сол кезде мәні шығады. 25-ке көбейткен кезде қалай пайымдау керектігін біле отырып өрнектердің мәнін тап. Яғни мынаған мысал ала отырып 24-ті көбейтеміз 25-ке, яғни 24-ті 4-ке бөлеміз, шыққан санды 100-ге көбейтеміз. Сонда 6 көбейту 100, 600 болады екен. 32-ні көбейтеміз 25-ке, алдымен 32-ні 4-ке бөліп, кейін 100-ге көбейтеміз. 8-ді сонда 100-ге көбейтеміз, 800 болады. 36-ны 25-ке көбейтсек, 900 болады. 84-ті 25-ке көбейтсек, алдымен 84-ті 4-ке бөліп, шыққан 21-ті 100-ге көбейтеміз, 2100 болады. 56-ны көбейтеміз 25-ке, 56-ны бөлеміз 4-ке, бізде 14, оны 100-ге көбейтсек, 1400 болады екен. Ары қарай бізде 9-шы есеп ойлан және жауап бер дейді. 4 құрбы Әлия, Айна, Дана және Бақыт мерекеге әшекейлер жасады. Біреулері алтын түсті қағаздан гүл тізбе, біреулері қызыл түсті жалауша, біреулері күміс түсті қағаздан гүл тізбе, біреулері алтын түсті қағаздан ою жасады. Айна мен Дана бір түсті қағазбен жұмыс істеді, ал Әлия мен Айна бірдей әшекей жасады. Кім қандай әшекей жасады дейді. Бұл жерде бізде Әлия күміс түсті гүлтізбе, яғни 2 қыз гүлтізбе жасаған болып тұр. Әлия мен Айна бірдей әшекей жасады. Демек, екеуі гүлтізбе жасаған болуы керек. Біреуі алтын түсті гүлтізбе, біреуі мына жерде күміс түсті қағаздан гүлтізбе. Енді Дана мен бізде Бақыт қалды. Дана мен Бақыт, Дана алтын түсті ою, Бақыт қызыл түсті жалауша жасауы мүмкін. Әлия сонда бізде күміс түсті гүлтізбе, Айна алтын түсті гүлтізбе, Дана алтын түсті ою. Демек, мына 2 қыз бірдей жұмыс жасаған және мына 2 қыз бірдей жұмыс жасаған екен. Ары қарай бізде 10-шы есеп, есепті шығар. Көктемде жалпы ауданы 100 метр квадрат, 2 жер учаскесіне қызанақ көшеті отырғызылды. Әрбір квадрат метрге отырғызылған көшет саны бірдей. Бірінші жер учаскесінде 140 көшет, ал екіншісінде 260 көшет болды. Әрбір жер учаскесінің ауданын табуымыз қажет. Ол үшін біз жалпы ауданы жер учаскесінің 100 метр квадрат. Мына жерде 100 метр квадрат. Және де біріншісінікі бізде бірінші жер учаскесіне 140 көшет, екіншісіне 260. Енді жалпы ауданын табуымыз қажет метр квадратпен. Ол үшін біз бір-біріне қосамыз. 140-ті 260 қосақ, бұл бізде 400 көшет. Енді біз көшетті, яғни шыққан сәнді 400-ді түсімділігін табу үшін біз 400-ді бөлеміз 100-ге. Сол кезде 4 көшет қалады екен метр квадраттан. Және де үшінші амал бізде аудан табу үшін, бірінші жер телімінің ауданын табу үшін 140-ті бөлеміз 40-қа. Яғни біріншісі бізде 140 көшет шыққан. Соны 35 метр квадрат болады екен. Демек, бірінші жер телімінің ауданы 35 квадрат метр, және екіншісінде 260-ті бөлеміз 4-ке 65 метр квадрат. Бұл біздің екінші жер телімінің ауданы екен, мына жерде. Сонда 65 метр квадратқа тең болады екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.